мына қандастар мәселесі бойынша бір қызық ұсыныс айтайыншы. Жалпы мына солтүстік өңірлердің аудан, облыс әкімдері шеттен келетін қандастардың потенциалын мүлдем пайдалана алмай отыр, шыны керекші. Мысалы, менің Қызылжардағы офисіме Қытай, Моңғолия, Өзбекстаннан күнде келеді адамдар. Әрқайсымен сөйлесуге тырысамын. Солардың ішіндегі мына Қытайдан келгендердің еті тірліктері енді сұмдық, енді алапат кәдімгідей. Ойлаңызшы, олардың өмір бойғы кәсібі мал және жер шаруашылығы. Мал мен жерден басқа ештеңкемен айналыспаған. Бәрі шетінен тіс қаққан маман. 1,5 миллиард Қытайдың ішінен өлмей, аш қалмай, тірескен, бәсекеге қабілетті бір сұмдық қауым. Енді мына қызықты қараңыз. Қытайдан келгендердің 90%-ның 100 маудан астам жері болмаған. Біздіңше бір 4-ақ гектар жер. Сол 4 гектар жермен бұлар сол елді мекенде бай, қуатты өмір сүрген. Сол 4 гектар жерде мал семірткен, егін еккен, енді ойлаңызшы. Соларға елге келгенде бір 400 гектар жер берсе, олар не істейді? Өкінішке орай келгеніне 1 жыл болса да, сол қандас мамандардың қолында не мал, не жер жоқ. Бәрінің мына бас ауруы құжат болып кетті. Қазақстаннан қашан қуып шығады, депорт жасап жібереді деп қорыққан, жел күткен қаңбақта елеңдеген бір сондай бір жұрт. Ал көңіл орнықпан адам не шаруа қылады? Қысқасы мына батыстың мұнайы асырап отыр ғой бізді, шыны керек. Дегенмен мал жер деген қазақтың мына екінші мұнайы деп ойлаймын өзім. Біздің солтүстік Қазақстан облысы агро облысы мысалы. Ішкі Қазақстаннан көп балалы адам көшіргенмен олардың балаларын өсіріп, олардың жеміс көру үшін бізге кемі бір 10 жыл керек. Ал қандас деген өсіп өніп жетілген, жұмсасаң жұмыс істейтін, қамын жасасаң демографияңды көтеретін баласын тудырыпшы, нағыз дайын тұрған бір ресурс қой. Осыны біздің басшылық неге түсінбейді? Мен мысалы облыс, аудан немесе аудан әкімі болсам, бұлардың бастарын бәрін бір жерге жинап, ол жерге ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілін, жер қатынастары, СПК-ның басшылығы және миграцияны шақырып, кімдердің құжаты дұрыс емесе, мыналардың құжаттарын жөндеңдер, жөндегесін жер бөліп бастаңдар деп әмір беретін едім. Сосын мына қалың жұртқа, құжаттарын жасаймыз, бірақ айтқанды істейсіңдер. Біз келесі айдан бастап өкімет атынан темір мал береміз. Яғни мал шаруашылығына, әсіресе қой шаруашылығына икемді адамдар мына жерге тізімделіңдер. Әр отбасыға өкімет атынан бір 50 қой, 5 қошқар береміз. 5 жылға. 5 жылдан кейін 150 қой қып қайтарып берсеңдер болды. Өсімдерің сендердік. Сосын Қытайдан жүн өңдейтін зауыт әкеп берейік. Соны біреуің өз мойныңа ал. Бізде жүнді керек етпейді, шыны керек. Далаға шығарып өртейді, сендерде де солай шығар. Сол жүнді қабылдап, өңдеп, сататын сатып, Қытайға жіберетін Қытайға жіберіңдер. Теріді алыңдар, кәне қайсың барсың. Сосын мұнда жылқысы көп, фермелер көп, бірақ ешқайсысы бие байламайды. Біз соларға кепіл болып бие байлаймын дегендерге 5-6 бие алып берейік. Соларды сауып, қымыз, саумал сатыңдар. Кәне қайсың бәрің. Сосын қатындарың да бос жатпасын. Құрт, май, қаймақ жасап сатсын. Одан қалса текемет, сырмақ тіксін. Айтпақшы мына әдемі текемет, сырмақ деген зат бізде Қазақстанда өте жақсы өтеді. Мына киіз үйдің сыртында ақса, ішіндегісі сондай дүниелер өте тамаша еді. Сосын мына жер шаруашылығымен айналысатындар. Мына шетке шығың, 4-5 адам болып бірігіңдер, кооператив құрып берейік. Басында 400 гектар жер береміз, лизингке бір трактор берейік, субсидиямен демесіп ұрық берейік. Сол жерлерді игеріп өнімдеріңді нарыққа шығарыңдар. Қане қайсың барсың десе, мына солтүстік айналдырған 5 жылдың ішінде ең малы көп, фермерлер жойқын бір сұмдық облыс болып шыға келетін еді. Әттең тоннан келтесі шыны керек. Жалпы қалай ойлайсың, мен қияли әңгіме ме, әлде қолға алса болатын тірлік пе мұны? Мә, түнгі сағат 4 болды. Жалпы күндіз отырмадық, енді түнде де ұйықтай алмай, әбден ес шықты мына көш деп. Қысқасы, мына өкіметте отырған ағайындар, бірдеңке қылсаңыздаршы да қандастарды. Мә, мына мамандарды пайдаланып бар ғой, өздеріңіздің жерлеріңізді байытсаңыздаршы. Мына кісілер дайын тұрған жұмысшы бар ғой, құжаттарын жасап берсеңдер болды. Сіздерден ештеңелерін сұрамайды. Малын беріңіздер, жерін беріңіздер, болды, ұмытып кетесіздер сосын. Өздерімен өздері малын көбейтіп жүре береді. Яғни келісесіздер ме? Осымен келіссеңіздер, барынша лайк басып, таратып, қысқасы айтқан кезде мына өкіметтегі адамдарға жетуіне сеп болыңыздар. Рахмет сіздерге. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Келіңіздер ағайын, біз сіздерді солтүстікте күтеміз. Мен Бураханмын. Рахмет.